Hi everyone, let's continue our conversations with the relatives and acquaintances of those people who are suffering from Chinese political oppression in recent years. Now we have another interviewee who is called Kalkman Irasul, who is a Kazakhstan citizen since 2012. Kalkman is the family name, Irasul is the given name. His ID card number is 033762011, who is asking help for one people. One of them is his brother, elder brother, born brother, and the other three are his other relatives in China. And now let's listen to the details from him. Allah Tabir. Мен Қалқыман Ерасыл, Қазақстан азаматымын, Шымкент қаласында тұрам. Менің үйде жазудағы себебім, менің 4 туысқанымды Қытай Халық Республикасы саяси үйренуге алып кетіп, күні бүгінге дейін шығармай отыр. Анығырағын айтқанда, менің туған ағам Мағаз Қалқыманұлы 1984 жылы 11 айдың 3 күні дүниеге келген Қытай Халық Республикасының азаматы. 2017 жылы 5 айдың 17 күні мал жайып жүрген жерінен саяси үйрену деген атты түрмесіне алып кеткен, күні бүгінге дейін еш хабарсыз шығармай отыр. Ағам кеткеннен бері әйелі қатты ауырып, екі қолы салданып, мүгедек халде болып, емхананың есіктерін тоздыруда. 2 баласы бар. Осы жағдайды көре тұра, ағамды әлі шығармай отыр. Сонымен қатар менің 3 туысқанымды да бір күнде бәрін саяси үйренуге алып кеткен. Біріншісі, өзімнің туған нағашымның баласы Жиенхан Мақсатұлы 87 жылға. Мына суреттегі. Онан кейін нағашымның нағашысы Ермұрат Қоймұратұлы 84 жылға. Одан кейін өзім туысқан інім Дайбек Жанабылұлы 91 жылға. Осы жігіттерді 2017 жылы 9 айдың 18 күні бір күнде алып кеткен. Қытайдың құрылтайы болады деген бір күн алдын үшеуінде ұстап, одан кейін шығарамыз деп алып кеткен, күні бүгінге дейін шығармай отыр, еш себепсіз. Және де менің ата-анамды визасын аштырса да, туысқандарым бар. Осылардың барының визасы ашық болса да, сол себептен ағамдардың саяси үйренуіне кіргендігі себептен Қазақстанға өткізбей отыр. Екі ел дос бола тұра, Қазақстанға ешқандай рұқсат бермей отыр. Анығырағын айтқанда, әкем Қалқыман Қабдулұлы, шешем Нұрбәдеш Емиқызы. Осы Қазақстанға келеміз деп визасын аштырған, қазір визасының уақытта бітті, келе алмай отыр. Және барып сұраудан да қорқып отыр. Осы орайда мен Қалқыман Ерасыл, Қазақстанның азаматы ретінде менің ағамды және туыс-туғандарымды сондай саяси үйрену атты түрмесінен шығаруға және де ата-анам туыс-туғандарымен қауышуға, осы Қазақстанға еш кедергісіз келіп кетуіне елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтан және Сыртқы істер министрлігінен, Біріккен ұлттар ұйымынан және де басқа да құзырлы органдарынан көмек сұраймын. As we mentioned, he's asking help for 4 people. The one of them is his elder brother, Mağaz Kalkman, who is born on the 3rd of November 1984. His registered permanent residence address is Xinjiang region, Ili Kazakh Autonomous Prefecture. No, Koktogay County, Temeke Village. Here we have the copy of his
Chinese ID card. The Chinese ID card number is 654 322198411033217. Төртеуі де Көктоғай ауданының тұрғыны және Көктоғай ауданының түрмесінде. He was born on the 3rd of November, as we mentioned, 1984, and he was arrested by Chinese people and put into Chinese political training center on the 17th of May 2017. And other three people are Jinhan Maqsadullah, born in 1987, and Daybek Janatbiullah. Daybek Janabilullah, born on 1991, and another one is Yermurat Khoymuratullah, born in 1984. They were arrested on the 18th of September 2017, just one day, for no reason at all. And her brother was, as I mentioned, arrested on the 17th of May, and the other three people were arrested on the 18th of September last year. And since then, he hasn't have any information, any news from them. He doesn't know the current condition of his relatives. He and his relatives in China also doesn't know about the current situation of these four people. They don't even know if they are alive or dead. And also, as well as his parents. His father's name is Kalkaman Qabdilullah, and his mother Nurbadish Imi Khaza. They have the passport, they have the visa, but the Chinese government don't allow them to come to Kazakhstan to visit him. And just because their son is in Chinese political training center, as we know, it is no difference from political prison. And he wants to, his parents as well as his other relatives are not allowed to visit Kazakhstan just because of his brother is in political prison. And they are banned to visit other countries for 4 years, as far as he heard. And he wants Foreign Affairs Ministry of Kazakhstan and UN Human Rights Committee and any other human rights bodies, human rights sections around the world, national and international bodies, to affect China to release his brother and allow all his relatives in China to come to Kazakhstan to visit him and rejoin him. All he wants is the freedom for his brother and other three relatives and the reunion of family. Thank you very much for your attention. Мы продолжаем наше освещение, продолжаем нашу беседу. Вот сегодня у нас на студии пришел Калкуман Эрасыл. Калкуман — это фамилия, Эрасыл — это имя. 1987 года рождения. В данный момент проживает он город Чимкент, гражданин Казахстана. Номер удостоверения личности 03 37 62 011. В связи с того, что его братья, которые проживающие в Китае, в данный момент сидит лагерь политическое перевоспитание. Старший брат Туганаган.
Вот его брат. екінші ағам. Мағаз Қалқыман. Мағаз Қалқыман ұлы. 3 ноября 1984 года рождения. Проживает он в Китае, провинция Синьцзян, районный центр Коктогай. Аудан басында ғой, иә? Адресі ме сонда мынау? Алтайма Көктоғай ауданы деген ба? Ну, осы Иә. Мынау Темекшан. Темек ауданы деген кейін екінші адресі де үй сатып алды. Вот. Его отправили 17 мая 2017 году. Он был простой пастухом, когда он пас скотом. Жайлаудан келіп алып кеткен бе сонда? Жоқ, сыртта мал қайырып жүрген жерінен. На улице его задерживает и отправит в лагерь. Одан кейін жаңа үш туысқаным. Біреуі нағашым баласы. Чиенхан деген. И остальные вот 3 родственники, которые один сын дядина. Қайсысы? Нағашың қайсысы? Чиенхан Мақсат ұлы. 1987 года рождения. И брат... Туысқан інім Дайбек Жанабыл. Дайбек Жанабыл ұлы. 1991 года. И... Нағашының нағашысы. Ермұрат Қоймұрат ұлы. 1984 года. И их забрали, отправили в один день, это 18 сентября 2017 году. С тех пор от них нету никакой вести. Кроме этого, родители, которые вот Қалқыман Қабылұлы и отец Қалқыман Қабдылұлы и Нурбадеш Эмей қызы, это отца и мать. И остальные родственники не отпускают, запретит возвращаться в Казахстан. В связи с того, что их родственники сидят в лагере. Это на самом деле это не лагерь, а тюрьма. Туысқандарымды да сөйтіп өткізбей отыр. Айттым. Болды ғой осы. Енді ары қарай айттым барлығы. И просим помощь Международная правозащитная организация и Объединенный ООН, еще неравнодушные люди, что помогли, вмешивались власти Китая, чтобы требуют, опустили родственники из Китая. Спасибо большое.